Selam dostlar. Bugün biz 8. sınıf algebra pənindən 617-ci sevgi işarətini bağlamamızı tuti bütün türədikin aslan basır. Bir gün qayta жазалайын. X minus 3'ün kvadratı kişi x minus 3 x plus 1 bölümünde bize x kvadrat ve ikinci tengsizlik degen var. Biz x plus 6 ülkemiz teң 0. Так, birinci tengsizlik есепті қояйын. X minus 3'ün kvadratı Doğru, tengsizlikten sol жағын, tengsizlikten оң жағын барлығы сол жағына өткізейін. X минус 3 көбейту x плюс 1 кішкентай нөлден. Енді ортақ көбейтгіш x минус 3-ті жақ жақтарына шығарып жіберейін. Бұнда іште қалды x минус 3 минус x минус 1 болып кетеді. Кіші 0. Мына жерде x мен x жойылады. Бұнда бізде минус 4 көбейтілген x минус 3 кіші 0-ден болады. Енді қараңыздар, мына жерде минус 4 ары бетке өткізсек, тең ары бетіне x минус 3 үлкен 0-ден болады. X үлкен 3-тен деп қосса есептің жауабы шықты. Енді екінші теңсіздікте есептен x квадрат минус 5x плюс 6 үлкен немесе тең 0. Дискриминант тең 25 минус 24 болады тағын дискриминанттан бізде 1 шығады екен. X1 тең бөлім 2 алымы 5 минус 1 бұланша бізде 2 x2 тең бұл жерде 5 плюс 1 бөлімде 2 бұланша бізде 3 шығады екен. Енді екі теңсіздіктің аралығы белгілі. Бірінші теңсіздіктің аралығы, екінші теңсіздіктің аралығы. Так, бірінші теңсіздіктен 3-ті белгілейміз. Ол бізде қатаң 3-тен үлкен аралықта алындар дейді. Қатаң болса боялмайды. Так, енді мына жақта 2 мен 3 дейді. Қатаң емес. Боялады 2 және 3. Интервалдағы бөліліп, таңбанықтайық. Мына жақта мен 0-ды алайын. 0-ды алсам плюс болады, минус, плюс. Бізге айтады плюс аралықта алындар дейді. Плюс аралықта алдық. Енді перпендикуляр түзулер жүргізейін. Былайынан. Сонда бізде жауабы 3-тен плюс шексіздікке дейін деген жауап шығады екен. Жауабы бізде сонда 3-тен плюс шексіздікке дейін. Осылай есептің жауабы шықты. Құрметті оқушылар, асын. Келесі әсі. Так. X минус 2 көбейтілінген бізде x минус 3 үлкен немесе тең x минус 3. Так, бізде қажет жоқ. Шашып көппін. Келесі екінші теңсіздігі 2x квадрат минус 3x плюс 1 үлкен 0-ден. Бірінші теңсіздік жазып есептеп алайын. X минус 2 көбейтілінген x минус 3 теңсіздікті сол жағына өткізейін, оң жағындағы бөлігіне. x минус 3 үлкен немесе тең 0. Енді ортақ көбейткіш x минус 3-ті жақсастыққа шығарып жіберейін. Сонда ішінде қалды бізде x минус 2 минус x үлкен немесе тең 0. X пен x жойылып кетеді. Сонда минус 2 x минус 3 үлкен немесе тең 0. Минус 2 тең тағы бетіне бөліп өтеді тағын теңсіздік белгісін өзгертіп кетеді қарама қарсы жағында. Бұнда x кіші немесе тең 3 деген жауап шықты. Екінші теңсіздік 2x квадрат минус 3x плюс 1 үлкен 0-ден. Дискриминант тең 9 минус 8 бұдан шығады бізде 1 болады. x1 тең бөлімі 4 алымы 3 минус 1 бұл дегеніміз 2-ден 1 шығады екен. x2-міз тең 3 плюс 1 бөлінген 4 бұдан шығады бізде 1 шығады екен. Енді аралықты белгілейік. Бірінші теңсіздіктікі, екінші теңсіздіктікі. Бізге айтады. Бірінші теңсіздікте қатаң емес, 3-тен кіші аралықта алындар дейді. Былайынан, иә. Екінші теңсіздікте бізде қатаңы 0,5, 2-ден 1 деген 0,5, сосын 1. Интервалдарға бөліп алайын.
Mına jaktan 0'dy alsam plus çyгады, minus plus. Bizge aytyp 0'den ulken plus aralykda alındy. Bulaymy. Sonda jogapdary bizde kalay bolady? Ne? Bizde jogapy minus şeksizlikten 0,10'dan bizge deyin. Ya şey jakşa, sosun 1'den 3'ge deyin. İki jakşa. Ne olsa esep jogap. Kelesini bizde basa x minus 4 köbeytilen x minus 5 ökenimisi teң minus x minus 4. Так. 4 minus 4x plus x kvadrat kişinimisi teң 0. Birinci tengsizlik yazıp alayım. X minus 4 köbeytir x minus 5 minus x plus boyutu. Bundan jakta plus x köbeytir x minus 4 ökenimisi teң 0. X minus 4'te jakşa sırtına çağıracağım. Bunda içinde kaldı x minus 5 plus x ökenimisi teң 0. Bu жерде kalay boldy x minus 4 so'sin 2x minus 5 ökenimisi teң 0. Bu жерде жауаптар x birimiz 4'ke teң bolady. X 2'miz bizde 2,5'ga teң bolady. Biraz eseptep kettim. Tak. Endi ikinci tengsizlik x kvadrat plus minus 4x plus 4 kişinimisi teң 0. Bu bizde x minus 2'nin kvadratını beredi ya. Bunda x'imiz teң bizde 2 boldu. Еще bu bizde jup jawab. Aralыкka beldik. Aralыкka belgen кезде mına bizde 2,5 boy alady. 4. 2'miz mına jerde. 2 öde katan eken bu. İntervallara bölüp alayık. İntervalga bölüp algandan keyin men mına jaktan neden bereyim? 0'den bileyim. 0'dy koysam plus çygar eken, minus plus. Bizge aytady plus aralykta al deydi. Qatelespesem ya. Plus aralykta al deydi. Endi mına 2 intervalga böleyik. Mına jaktan 0 bar. 0'dy alsak plus bolady. Sosun özü minus bolady. Sosun mına jak plus bolady. Bizge aytady 0'den kişi minus aralykta al deydi. Mına bu. Bunda tek gana bir nüktesi gana jogap bolup turgan. Mına bolupda jogabı 2'nin özü figural jakşada 2. Mına jerde 2 bar bol. Bir baksa esep çıktı. Kelesi olsa endi 2x kvadrat minus 6x plus 7 kişinimisi teң 0. X plus 1 köbeytir x plus 4 ökenimisi teң 0. Tak, esepteyik. Birinci tengsizlikte 2x kvadrat minus 6x plus 7 kişinimisi teң 0. Diskriminant teң 36 minus 4 köbeytir 2 köbeytir 7. Bu degenimiz 36 minus 56. Budan çat minus 20. Şeşimiz yok ya. Endi ikinci tengsizlikte eseptegende x plus 1 x plus 4 ökenimisi teң 0. Budan çat x1 teң minus 1 x2 teң minus 4. Endi qarаңыздар, bunu esептеп aralыкta belgilöөнүн кажети жок, потому что уже bir tengsizlikten şeşimi bolmagan eken. Жалпы жүйede şeşim bolmayт деген сөз. Сонда şeşimi жок. Жауабы. Жауабы şeşimi жок.
Келесі есеп бізде 620-ші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Окей, басынан бастайын. Бізде берілген x квадрат минус 5x минус 6 кіші тең 0. X квадрат плюс 5x минус 6 үлкен 0. Жеке-жеке есептеп алайын. X квадрат минус 5x минус 6 кіші тең 0. Дискриминант тең 25 плюс 24 болып кетеді. Бұдан шығады 49. X1 тең бөлімі 2 алымы 5 минус 7. Бұдан шықты бізде минус 1. X2 тең 5 плюс 7 бөлінген 2. Бұдан шықты бізде 6. Так, екінші теңсіздік x квадрат плюс 5x минус 6 үлкен 0. Дискриминант тең 25 плюс 24 шығады 49. Şimdi stop bitti. 49. X1 тең бізде минус 5 минус 7 бөлінген 2 бұдан шығады минус 6. X2 тең минус 5 плюс 7 бөлінген 2 бұдан шығады бізде 1 шығады екен. Енді интервалдар әдісі арқылы тауып алайық жауаптарын, иә. Так, бізде минус 1 мен 6. Минус 1-іміз қатаң емес. Минус 1 мен 6. Интервалдарға бөліп алайық. Сосын бізде минус 6 мен 1. Так, минус 6-ымыз қатаңның өзі минус 6 и 1-іміз мына жерде төмен. Интервалға бөліп алайық. Так, мына жерде 0-ді алайын. 0-ді алсақ бізде минус болады 2 шет плюс. Бізге айтады қайсы аралықта ал дейді. Минус аралықты 0-ден кіші минус аралықта ал дейді. Так, енді мына жерде таңбаны айтып болсақ 0. 0 болса мына жер минус, мына жер плюс. Бізде енді 0-ден үлкен плюс аралықта ал дейді. Плюс аралықта ал дейді. Енді интервалдарға бөлетін болсақ, міне осы аралық бізде жауап болып есептелінеді. Сонда жауабы бізде 1-ден жай жақша, 6-ға дейін тік жақша. Келесі әсі бізде. Так, x квадрат минус 13x плюс 36 үлкен 0-ден x квадрат минус 11x плюс 10 кіші тең 0-ден. Есептеп алайық. Бірінші теңсіздік x квадрат минус 13x плюс 36 үлкен 0-ден. Дискриминант тең 13 квадраты бізде 169 минус 4-ті 36-ға көбейтсек 120, 144 болады. Дұрыс па? Азайтсақ 25 шығады екен. X1 тең бөлімі 2 алымы 13 минус 5. Бұдан шығады бізде 4. X2 тең бізде 13 плюс 5 бөлімінде 2. Бұдан шығады бізде 9. Так, 4 пен 9 шықты бірінші теңсіздіктен дұрыс. X квадрат минус 14x плюс 10 кіші тең 0. Дискриминант тең минус 10 квадрат 121 минус 40. Бұдан шығады 81. X1 тең бөлімінде 11 алымында 11 минус 8 бөлімі 2. Бұдан шығады 8 деп қой. 9 деген бұдан шығады 1. X2 тең 11 плюс 9 бөлімінде 2. Бұдан шығады бізде 10 шығады екен. Енді аралыққа белгілейік. Бірінші теңсіздіктікі, екінші теңсіздіктікі. Так, бірінші теңсіздік 4 пен 9. Интервалдарға бөлеміз. Так, екіншісі 1 мен 10. Примерно біріміз мына жерде. Еще қатаң емес қойылады. 1 мен 10. Так, мына жақта мен 0-ды алайын. 0-ды алсам плюс болады екен, минус плюс. Бізге айтады 0-ден үлкен плюс аралықта ал дейді. Мына жақтан 0-ды алайын. Тоже плюс, минус, плюс. Бізге айтады 0-ден кіші минус аралықта алындар дейді. Сонда бізде жауаптар қалай болды? 1-ден 4-ке дейін болады, сосын 9-дан 10-ға дейін болады екен жауап. 1-ден 4-ке дейін 1 тік жақша, 4 жай жақша, сосын 9-дан 10-ға дейін 9 жай жақша, 10 тік жақша. Сол есеп жауап шықты. 620 мың.
Келесі есеп бізде 621 есеп. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңдар дейді. Асы бізде 0-ден кіші x квадрат 6 нөлден үлкен x квадрат плюс 6x немесе тең 7. Бұдан жүйе құрып аламыз. Былай жүйе құрылады. X квадрат плюс 6x үлкен 0-ден x квадрат плюс 6x немесе тең 7-ден деп не болса 2 болады. Енді жеке-жеке есептейміз. Яғни x квадрат плюс 6x үлкен 0. X жақша сыртын шығарып, іште қалды x плюс 6 үлкен 0. Бұда x1 тең 1, x2 тең бізде минус 6 болды. Кейін екіншісі x квадрат плюс 6x минус 7 қылып өткізейін. Кішіміз тең 0. Дискриминант тең 36 плюс 28 тең бұдан шығады 64. x1 тең бөлімі 2 алма минус 6 минус 8. Бұдан болады минус 7. x2 тең бізде болады минус 6 плюс 8 бөлінген 2. Бұдан шығады бізде 1. Аралыққа белгілейін енді. Бірінші теңсіздіктікі, екінші теңсіздіктікі. Бірінші теңсіздің жауабы 1 мен минус 6. Минус 6 мына жерде белгілейік. Қатаң интервалдарға бөліп алайын. Сосын минус 7 мен тоже 1. Бұл жерде 1 кіреді екен. Мына жақ бізде минус 7. Интервалдармен бүйтейік. Ортадан 0-ді алайын. 0-ді алсам бізде 0 кетеді екен. Мына жерде 2-ні алайын. По-любому бізде мына жерде мен қателік кетіппін ғой. Кешірім өтінемін. Мына жерде неғып 1 деп кеткенмін. 0 болады екен ғой. Сол бір қателік жеп түр нәрсені құртады. Кешірім өтінемін сіздерден. Артыңызда 0 болады. Жерде жүргізейін. Мына бізде 0. Енді есептің жауабы нормально шығады. Мына жақ бізде плюс болады, минус плюс болады. Бізге айтады плюс ұрақты алыңдар екен. Мына жерде 0-ді алайын. 0-ді алсам енді мына жерде минус болады. Екінші плюс болады. Бізге айтады 0-ден кіші минус арақты алыңдар дейді. Енді қаңда жауаптар бізде минус 7-ден минус 6-ға дейін. Мына жерде интервалдар жүргізетін болсақ. Перпендикуляр сөйледі. Интервал дей берем. Және бізде 0-ден 1-ге дейін. Енді осының ішінде ең үлкен бүтіні ол бізде 1. Жауабы болады бізде 1 деген. Келесі бізде әсі. X кішінемесе тең x квадрат плюс 20 кішінемесе тең 9x. Теңдеулер жүйесін құрамыз. X квадрат плюс 20 үлкенімесе тең x болады. X квадрат плюс 20 кішінемесе тең 9x болады. Кейін жеке-жеке есептеу болады. Или бұлайынан әдемілеп жүйесі толық квадрат теңсіздікке келіп қойын. X квадрат минус x плюс 20 үлкенімесе тең 0. X квадрат минус 9x плюс 20 кішінемесе тең 0. Жеке-жеке есептейміз. X квадрат минус x плюс 20 үлкенімесе тең 0. Дискриминант тең 1 плюс 80 болады. Бұдан шығады 81. X1 тең бөлімі 2 алымы 1 минус 9. Бұдан шығады минус 4. X2 тең 1 плюс 9 бөлімі 2. Бұдан шығады 5. X квадрат минус 9x плюс 20 кішінемесе тең 0. Дискриминант тең 81 минус 80 болады. Бұл жерде бұдан шығады 1. X1 тең 2 алымы 9 минус 1. Бұдан шығады 4. X2 тең 9 плюс 1 бөлінген 2. Бұдан шығады бізде 5 шығады екен. Біреуі 5, біреуі 4. Енді
aralыққа белгілейік. -4-тен 5-ке дейін дейді. Біріншісінікі қатаң емес барлығы. Екіншісінікі 4-тен 5-ке дейін болады екен. 4-іміз мына жерде болса, 5-іміз мына былай. Интервалға бөлейік. Так, ортадан 0-ді алайық. 0-ді алсам, менде орта плюс шығады екен, екі шеті минус. Бізге айтады, плюс аралықты алынады. Так, мына жақта мен 0-ді алсам, тоже плюс шығады. Мына жақ минус, плюс бізге айтады, 0-ден кіші минус аралықты алынады. Енді қараңыздар, перпендикуляр түзулер жүргізіп, аралықты анықтайтын болсам, аралық дұрыс жауап жатқан аралық бізде. Так, жауап емес болады. 4-тен 5-ке дейін тік шақша. Енді осы 4 пен 5 арасында ең үлкен бүтін сан, ол бізде 5 болады. 5 жауабы 5 шықты. Әнекі. Келесі бізде басы. 8x кіші, x квадрат минус 9 кіші немесе тең 16. Так, x квадрат минус 9 үлкен 8x деп жүйе құрып алайын. Сразу x квадрат минус 9 кіші немесе тең 16. Бірінші теңсіздікті есептеп алайық. X квадрат минус 8x болады, минус 9 үлкен 0-ден. Дискриминант тең 64 минус бізде болады 64 минус 36, плюс 36 болады екен. Сонда бізден шықты 100. x1 тең бөлімі 2 алма 8 минус 10, бұдан шығады бізде минус 1. x2 тең 8 плюс 10 бөлімінде 2, бұдан шығады бізде 9 шықты екен. Келесі теңсіздіктен x квадрат минус 9 кіші немесе тең 16. x квадрат минус 25 кіші немесе тең 0, бұдан шығады x1 тең 5, x2 тең бізде минус 5 болады екен. Аралыққа белгілейік енді. Аралыққа белгілейік. Так, минус 1 мен 9 дейді. Біріншісінікі минус 1 и 9. Келесісінікі бізде 5 и минус 5. Интервалдарға бөліп алайық. Мына жерде ортадан 0-ді аламын. 0-ді алсам менде минус шығады, екі шеті плюс. Бізге айтады, плюс аралықты алынады дейді. Плюс аралықты алынады дейді. Так, енді екіншісінде ортасына 0-ді алып таңба анықтайтын болсақ, ол кезде де минус болады, екі шеті плюс. Бізге айтады, 0-ден кіші минус аралықты алынады дейді. Мына аралықта. Сонда біздің жауабымыз тек қана мына аралықта жатыр. Минус 5 пен минус 1. Сонда минус 5 пен шақша минус 1-дің арасында ең үлкен бүтін шешім. Мына жер тік шақша болған кезде минус 1 тік шақша болса, ең үлкен бүтін шешім ол бізде минус 1 болатын еді. Ал енді жай жақша болған кезде минус 1 келмейді. Сол себепті минус 2 ол бізде жауабы болып есептелінеді. Келесі высы бізде 3x минус 1 кіші немесе тең x квадрат плюс x кіші немесе тең 2x плюс 2. Теңсіздіктер жүйесін құрып алайық. X квадрат плюс x үлкен немесе тең 3x минус 1-ден. X квадрат плюс x кіші немесе тең 2x плюс 2-ден. Міне осылай. Енді бұдан жүйе құрып жалғастырайық. X квадрат минус 2x плюс 1 үлкен немесе тең 0. X квадрат минус x минус 2 кіші немесе тең 0. Жеке-жеке нөлге теңіз. Жеке-жеке есептеп алайық. X квадрат минус 2x плюс 1 үлкен немесе тең 0. Бұл дегеніміз x минус 1-дің квадраты үлкен немесе тең 0. X тең 1 шығады. Мынау бізде x квадрат минус 2 кіші немесе тең 0. Дискриминант тең 1 плюс 8 бұдан шығады 9.
x1 тең бөлімі 2 алымы 1 минус 3 бұдан шығады минус 1 x2 тең 1 плюс 3 бөлімі 2 бұдан шығады бізде 2 шығады екен. Аралыққа белгілейік. Так, 1 қатаң таңба анықтайтын болсақ, мысалға 1-дің таңбасын анықтайтын болсақ, мына жақтан 0-ді алайын. Плюс болады, өзі минус плюс. Бізге айтады 0-ден кіші, 0-ден үлкен плюс аралықты алыңдар дейді. Плюс аралық болса, жалпы барлық кет өзінен басқа барлық. Так, енді минус 1 қатаң емес, минус 1 и 2. 0-ді алып тақып анықтайтын болсақ, минус болады, 2 шеті плюс плюс. Бізге айтады минус аралықты алып. Минус аралықты алып дейді. Так, енді қиылыстырған кезде келесідей жауаптар шығады бізде. Минус 1-ден 1-ге дейін, минус 1-ден мына 1-дің өзі кірмейді, шай жақша болады. Сосын 1-ден 2-ге дейін, енді осы аралықтағы ең үлкен бүтін сан ол бізде 2, жауабы бізде болады 2. Осы есептің жауап шықты. Құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Каюмов ТВ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда осыңызға есептерді талдау өте көп болады. Назарларыңызға көп рахмет. Есеп шығару барысында қандай да бір қателік байқаған болсаңыздар, немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып ұмытпаңыздар. Лайк қойып достарыңызды шақырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді ешкімге ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.